Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ерекше манный кашадан жасалатын котлет дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге пияз қажет болады. Пияздың көлемі үлкендеу болса 3 пияз, орташа көлемдегі пияз болса 4 пиязды жақсылап ашып, осылай майдалап, кубиктап турап аламыз. Менде көлемі үлкендеу пияз болғандықтан мен 3 пиязды алдым. Және барлығын осылай ұсақтап, майдалап турап аламыз. Турап болған пияздарымызды ыдысымызға саламыз, кеңдеу ыдысқа. Барлығын салып алғаннан кейін үстіне 4 жұмыртқа саламыз. Егер біз 4 жұмыртқадан жасасақ, онда орташа көлемде 4 пияз турауымыз керек. 5 жұмыртқадан жасасақ, 5 пияз тураймыз. 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне дәміне қарай тұз және қарабұрыш қосамыз. Басқа ешқандай специялар қоспай қойыңыздар, олар дәмін бұзып жібереді. Қарабұрыш, тұз ғана қосып жасасаңыздар, дәмі өте керемет шығады. Барлық қоспаларды қосып болғаннан кейін үстіне манный каша саламыз. 4 жұмыртқаға 12 қасық манный каша саламыз. Ас қасықпен, яғни үлкен қасықпен. Барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін табамызға салып, май құйып, қыздырып, қызып тұрған табамызға салып, екі бетін қызартып, аунатып, қуырып аламыз. Құрамы оңай, тек қана осы пияз, манный каша, жұмыртқа ғана керек. Дәмі өте әдемі, котлет дайын болады. Таңғы асқа жасасаңыздар тез піседі. 1-2 минутта екі бетін аударып пісіріп аламыз. Осылай қағаз сүлгілерімізге салып алатын боламыз. Осылай дайын болды. Арасы әдемі болып піседі. Дәмі өте керемет. Дәл осылай жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.